Сәлем достар, мен сіздерге көп адамдардан келетін сұраққа жауап бергім келіп отыр. Бөлме гүлдерін, үй гүлдерін қалай көбейтеміз деген сияқты. Менде доллар гүлін көбейткен туралы видеолар өте көп. Мына жерде де мен қараңыздар, доллар гүлін көбейтіп жатырмын. Мына жерден осылай кесіп, мына қараңыздар, қандай жаңа кесіп тастаған болатынмын. Алдыңғы видеоны көрсеңіздер, осы доллар гүлінен керек емес, жаңағы мынандай әжімденген стрелкаларын кесіп тастаған болатынмын. Топырақ құрамын ауыстырғаннан кейін арнайы доллар гүліне топырақ бар, менде заказ берсеңіздер болады, және препарат дәрі-дәрмектерін қолданғаннан кейін қараңыздар, бір дестен 5 стрелка шыққан болатын. Алдыңғы видеодан осыны көрсеңіздер болады, қыздар. Және мына кесіп тастаған барлық стрелкаларымды мына жартысы мынандай етіп кесіп, мына торфяной өте әдемі мындай топырақ дайындап алдым. Мына агробальт қосылған. Қыздар, мына жерде мен агробальтты қолданамын. Осы топырақ құрамына да заказ берсеңіздер болады. Кез келген Қазақстанның қаласына почта арқылы, индрайвер арқылы доставка жасап береміз. Мына қараңыздар, өте торфяной, мына бірікпейді. Қараңыздар, бұның құрамында кремновид қосылған, древесный углі бар, сосновый қара, мульчасы бар, перлиті бар, тағы да басқа да өте көп қоспалары бар. Мына торфяной агробальтпен жасалынған торф, қыздар. Сол топыраққа мына қараңыздар отырғызып қойдым. Бұл өте жақсы картошкасын байлап, тамырын шығаратын болады. Және мына жерде назарларыңызда фикус одри. Қыздар, бұл фикус одриді көп адам қалай тамырлатамыз деп, суда тамырлатамыз. Қараңыздар, тамыры өте керемет, өте әдемі шыққан. Мына бір адамның қателік жіберетіні, қыздар, бұл құйған су мынандай жаман болып кетеді. Соны иіс шығып кетті, жаман болып кетті деп суын ауыстырып тұрады. Ол дұрыс емес, қыздар. Суын ауыстыруға болмайды. Егер де жаңа суын ауыстыратын болсаңыздар, енді ғана осылай шығарып келе жатқан тамырлары шіріп кететін болады, қыздар. Тек қана бұл егер азайып кететін болса, үстінен тек қана су құйып отырасыздар. Тек қана бұл фикус одриді ғана емес, мына фикус бенджаминдерді де мен осылай тамырлатып көбейтемін, қыздар. Қараңыздар, бұл тек қана осы бір көбейткенім ғана емес. Алдыңғы видеоларда көрсетіп отырмын. Доллар гүлін осылай кесіп, мына торфяной топыраққа егіп отырғызып тамырлатсаңыздар да болады. Және мынандай ағашы қалып кетеді ғой. Мысалыға қараңыздар, мына стрелкасы, мына стрелкасы ұзына бой, жапырақта ешнәрсе жоқ. Қараңыздар, мен осыны кесіп алып, мына ағашын да тастамаймын, қыздар. Мына ағашын осылай суға қойып тамырлатамын. Мына тамыр шығарып келе жатыр. Мына көрініп тұр ма сіздерге? Өте жақсы тамыр шығарып келе жатыр. Мына осылай суға қойып, суын мүлдем ауыстырмаңыздар, қыздар. Азайып кетсе үстіне ғана құйып отырасыздар, и құйылған суға активированный угольді салып жібересіздер. Сол кезде өте жақсы тамырлайтын болады. Мына фикус одриді мен осылай тамырлаттым. Енді мына қараңыздар, құрамында өте керемет топыраққа мен отырғызайын деп отырмын. Мына жерде мен 3 фикусты тамырлатқан болатынмын. Үшеуін де мен бір горшокқа отырғызамын. Сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Мына жерде мен топырақ дайындап отырмын. Заказ, мына жерде Terraforte 50 литр. Осылай Terrafortені де егер таппасаңыздар, маған осылай заказ берсеңіздер болады. Және мына жерде қараңыздар, искра таблетка. Бұл зиянкестерден қорғап тұрады. Топыраққа тығып қойсаңыздар. Мына жерде мына 5 пачка. Одан кейін кешегі айтып жатқан мына Сили Плант универсальный, қараңыздар. Гүлдерді ауырған кезде топырағына удобрение ретінде құйсаңыздар да болады бұны. Және бұны препарат ретінде қолдансаңыздар да болады. Фитоспоринді замачивать етеміз ғой тамырын, соның орнына осыны жасасаңыздар болады. Гүлдерді хлороз ауруынан, тамыр бактерияны шіріген аурулардан емдейді, қыздар. Ауырып тұрған гүлдеріңізге егер де құятын болсаңыздар, жаңа жапырағын жасыл әдемі етіп шығаратын болады. Ал мына жерде мына 9 микроэлемент, 9 түрлі микроэлементі бар құрамында. Бұл да удобрение хлороз ауруына болдыртпайды. Органический удобрение қосылған жоқ. Мына жерде одан кейін өткендегі айтқан мына қараңыздар, древесный уголь. Көбісі маған жазып жатыр, шашылыкке арналған древесный угольді топыраққа қосамыз деп, қыздар, ол дұрыс емес. Арнайы гүлдерге арналған древесный угольді қосу керек. Мына қараңыздар, защита защищает корни и черенки от загнивания. Көрдіңіздер ме, тамырын шіріп кетуден, бактериальный ауру болуынан қорғап тұрады, қараңыздар. Және бұның құрамында қаншама элементтер бар. Көрдіңіздер ме, натрий, калий, кальций, магний. Мына осыдан мына 3 пачка алып отыр. Және мына жерде менің дайындаған женский счастье гүліне арналған топырақ, қыздар. Мына Terraforteның суретін шығарып қоятын боламын. Мына осылай Terrafortені көп жерден таппасаңыздар, маған заказ берсеңіздер, осылай почтадан болсын, былай Шымкент қаласынан болсаңыздар, таксиден болсын салып жіберемін, қыздар. Мына заказ берсеңіздер болады.